Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен дәрігер Дина Мұхатай. Артроз туралы айтқанда, әсіресе тізе, жамбас және аяқ буындарына қатысты көп дәрігерлер артроз жазылмайды дейді. Сондықтан олар кейде ауырған буынды тек операциямен ауыстыру керек деп ойлайды. Көп адамдарда осыған сеніп, дәрігер айтты, демек басқа жол жоқ деп қабылдайды. Бірақ біз бұған қарсы көзқарастамыз. Буындарды емдеуге болады, оларды сақтап қалуға және жағдайын жақсартуға мүмкіндік бар. Тек екі жағдайда емдеу қиын болады. Біріншісі, егер тізе буыны өте қатты зақымданса, яғни тек шеміршек емес, оның астындағы сүйекке дейін бұзылса, мұндай жағдайда әдетте операциясыз толық жазылып кету қиын болады. Бірақ мұндай ауыр жағдайлар өте сирек кездеседі. Екінші, егер емдеу дұрыс жүргізілмесе. Көп жағдайда аурудың ұзаққа созылуы немесе жазылмауы емдеуде жіберілген қателіктерден болады. Бүгін сол қателіктер туралы айтатын боламын. Бірінші қате – толық дұрыс тексермеу, яғни қажетті тексерулердің, зерттеулердің болмауы. Кейде буын ауырса, бірден артроз деп ойлап, емді дұрыс тексерусіз бастап жатады. Соның салдарынан емде дұрыс болмай қалады. Жақында бір әйел келді. Оның буындары ауырып жүрген. Дәрігерлер бірден операция жасаған. Алдымен бір жамбас буынын ауыстырған. Бірақ ауырсыну кетпеген. Сосын екінші жамбас буынын да ауыстырған. Кейін тізесі ауырғандықтан тізесіне де операция жасалған. Бірақ жағдай бәрібір жақсармаған. Себебі кейін белгілі болғандай, бұл адамда артроз емес, басқа ауру болған. Нақтылап айтқанда, қанда зәр қышқылының көтерілуі, яғни подагра болған. Бұл ауру бір буынды емес, біртіндеп бірнеше буынды ауыртады. Сондықтан бір буынды ауыстырса да, ауырсыну басқа буынға көшіп отырады. Егер бастапқыда дұрыс анализ жасалса, операцияның қажеті болмас еді. Қарапайым еммен тоқтатуға болатын еді. Тағы да қайталап айтайық. Көп жағдайда артроз емделмейді деген сөз қате диагноздан болады. Яғни адамда артроз емес, подагра, артрит немесе басқа ауру болуы мүмкін. Сондықтан мұндай қателікті болдырмау үшін ең алдымен қан анализдерін тапсыру керек. Пациентте подагра жоқ па, қабыну аурулары жоқ па, соны тексеру қажет. Диагностикалық қателіктерді жіберіп алмас үшін қандай анализдер тапсыру керек? Бірінші, жалпы қан анализі, зәр қышқылына қан анализі, С-реактивті ақуыз, ревматоидты фактор, АЦЦП көрсеткіші. Сонымен қатар буындарды да тексеру керек. Көбіне рентген жасайды, бірақ ол бәрін көрсете бермейді. Сондықтан магнитно-резонансная томография, яғни МРТ жасаған дұрыс. Жақында маған бір қыз келді. Оған рентген жасап, тізе буынының артрозы деп диагноз қойған. Содан кейін оны ұзақ уақыт артроз деп емдеген, бірақ ем нәтиже бермеген. Кейін маған приемға келді. Біз оны магнитно-резонансная томография, МРТ-ға жібердік. Сонда белгілі болғаны, онда мүлде артроз жоқ болып шықты. Негізінде оның тізесінде байлам, яғни связка зақымданған екен. Әрине, мұндай жағдайда артрозды емдеу бос әурешілік. Өйткені мәселе мүлде басқа жерде, яғни оның тізе буынындағы байламдар жарақаттанған. Дұрыс диагноз қойылмағандықтан емде дұрыс болмаған. Сондықтан достар, менің сіздерге айтарым, егер буындарыңыз ауырса, міндетті түрде толық тексеруден өтіңіздер. Анализдер тапсырыңыздар. Мүмкіндік болса, МРТ жасатыңыздар. Бұл тексерулерге уақыт пен ақша аямау керек. Өйткені адамдар тексеруден үнемдеймін деп, кейін одан да көп нәрсе жоғалтады. Қажетсіз ем алады. Керек емес дәрілерге ақша жұмсайды. Пайдасыз процедуралар жасайды. Тіпті кейде мүлде қажет емес операцияларға дейін барады. Енді екінші қателікке келейік. Көп адамдар әртүрлі дәрілер ішеді. Қан қысымына қарсы, холестеринді түсіретін дәрілер. Бірақ кейбір осындай дәрілер буындарға кері әсер етіп, артрозды күшейтеді, немесе буындардың ауырсынуын арттырады. Сосын адамдар таң қалады. Неге ем көмектеспейді деп? Ал шын мәнінде себеп сол қабылдап жүрген дәрілерде болуы мүмкін. Яғни, егер сіз буынға зиян келтіретін дәрілерді ішіп жүрсеңіз, онда ең дұрыс, ең жақсы артроз емі де нәтиже бермейді. Сіз ол дәрілерді тоқтатпайынша емнің пайдасы болмайды.
Егер сіз қандайда бір дәрілер ішіп жүрсеңіз және буындарыңыз ауырса, сол дәрілердің нұсқаулығын міндетті түрде тексеріңіз. Егер нұсқаулықта буын ауруын тудырады, артрозға әкелуі мүмкін, зәр қышқылын көтереді деп жазылса, онда ең алдымен сол дәріні басқасына ауыстыру керек. Яғни, буынды емдемес бұрын зиян келтіріп тұрған дәріні өзгерту қажет. Бірақ қызығы, бұл туралы қанша айтылса да көп адамдар түсінбей жатады. Дәрігер қабылдауында олар таң қалып сұрайды: менің қан қысымға ішіп жүрген дәрімнің буынға қандай қатысы бар дейді. Бірақ байланыс бар. Егер ішіп жүрген дәрі буынға зиян келтірсе, онда медицинада сол буынды емдеуде дәрменсіз болады. Енді үшінші қате туралы айтайық. Бұл ең маңызды қателіктердің бірі. Егер сіз буын емінің нәтижелі болуын қаласаңыз, міндетті түрде арнайы емдік жаттығу жасау керек. Бірақ көп адамдар жалқауланады. Дәрі ішуге дайын, укол салдыруға дайын, бірақ күніне 10-15 минут бөліп жаттығу жасауға ерінеді. Ал шын мәнінде артроз емдік жаттығусыз толық жазылмайды. Егер адам қозғалыс жасамай, жалқауланып жүре берсе, ақырында бәрібір операцияға келіп тірелуі мүмкін. Сондықтан тағы да қайталаймын. Егер буыныңызды емдегіңіз немесе сақтап қалғыңыз келсе, міндетті түрде жаттығулар жасаңыз. Мұндай жаттығулардың мысалдары өте көп. Олар әртүрлі буындарға арналған. Тізе, жамбас, аяқтың бас бармағы, шынтақ. Шынтақ буындарына арналған жаттығуларды да жасаңыздар. Сонда буынды емдеу әлде қайда тиімді болады. Енді төртінші қате туралы. Кейбір адамдар интернеттен көріп алып, қатты, тез немесе секіріп жасалатын жаттығуларды жасап жатады. Ал артроз кезінде емдік жаттығуларды жай, баяу және бірқалыпты жасау керек. Жылдам, күрт қозғалыстар буынға пайда бермейді. Керісінше, оны одан әрі зақымдауы мүмкін. Сондықтан тағы да ескерту. Артроз кезінде жаттығуды асықпай, жай, ауыртпай жасау керек. Өте қатты күш салуға болмайды. Артрозбен зақымданған буынға артық күш түссе, жағдай одан әрі нашарлайды. Бұл әсіресе спортпен айналысатын адамдарға қатысты. Кейбіреулер артроз болса да жүгіруді жалғастырады, көп жүреді, ауыр зат көтереді, спортзалда қатты жаттығады. Мұндай жағдайда буын одан сайын тез тозады. Сондықтан, егер артрозды емдегіңіз келсе, спортты уақытша тоқтату керек. Кем дегенде бірнеше ай. Алдымен емделу, содан кейін ғана спортқа қайтып келу. Бұл ұзақ жүруге де қатысты. Егер тізе, жамбас немесе аяқ буындарында артроз болса, әзірше буынды қалыпқа келтірмейінше аз жүруге тырысу керек. Қалай дұрыс жүру керек? Жай, тыныш, қарқынмен жүріңіз. Буын ауыра бастаса, тоқтаңыз, демалыңыз, сосын қайтадан жүресіз. Жалпы алғанда, буынды артық жүктемеден сақтаңыз. Қазір сіз шеттеп жүрген нәрселер жүру, қозғалу сияқты күнделікті өмірдің қуаныштары. Буыныңыз түзелгеннен кейін қайтадан оралады. Келесі қате. Көп адамдар артрозбен ауырса да, дәрігерлердің артроз емделмейді деген сөзіне сеніп, қажетті дәрілерді ішпейді. Ал шын мәнінде қажет дәрілер бар. Олар шеміршекті қоректендіретін дәрілер, яғни хондропротекторлар. Олардың құрамына глюкозамин, хондроитин сульфаты кіреді. Бірақ көп адамдар бұл дәрілерді ішпейді, себебі артроз емделмейді деп ойлайды. Немесе бұл дәрілер көмектеспейді дегенді естіген. Негізінде бұл дәрілер кей жағдайда шынымен көмектеспеуі мүмкін. Қай кезде? Егер диагноз қате болса, мысалы, артроз емес, артрит немесе подагра болса. Немесе адам буынға зиян келтіретін басқа дәрілерді қатар ішіп жүрсе. Мұндай жағдайда әрине ем нәтиже бермейді. Бірақ, егер сізде шынымен артроз болса және ауырсыну басқа себептен емес болса, онда хондропротекторлар көмектесе алады. Бірақ олардың әсері аурудың деңгейіне байланысты. Яғни, ауру неғұрлым асқынған болса, әсері соғұрлым баяу көрінеді. Ерте кезеңде болса, тезірек нәтиже береді. Тағы бір маңызды нәрсе, хондропротекторларды міндетті түрде емдік жаттығумен бірге қолдану керек. Егер жаттығу жасалмаса, дәрінің әсері әлде қайда төмен болады. Енді сізде логикалық сұрақ туындайды. Қай хондропротектор жақсы?
қайсысын ішу керек? Бұл жерде жағдай сәл күрделі. Жаңа препараттар шығып жатады. Олар кейде бұрынғылардан жақсы болуы мүмкін. Кейбір фирмалар керісінше сапаны төмендетіп жібереді. Яғни бұрын жақсы болған дәрі кейін нашарлап кетуі мүмкін. Сондықтан дәріні таңдағанда өз бетіңізбен емес, дәрігермен бірге таңдау дұрыс. Тағы бір маңызды мәселе бар. Кейбір адамдар буындарын емдегісі келеді, бірақ сол кезде қатты стресс жағдайында жүреді. Ал егер адам қатты уайымдаса, күйзелісте болса, буын тезірек бұзылады, емдеу қиындайды. Бірақ көп адамдар бұған мән бермейді. Сондықтан есте сақтаңыз. Егер сіздің эмоционалдық жағдайыңыз жақсы болса, онда буынды емдеу әлдеқайда тиімді болады. Қорытындылайтын болсақ, артрозды емдеу туралы сөз болғанда, операция ем оңай шешім сияқты көрінеді. Бірақ операцияға келсер алдында, алдымен буынды операциясыз емдеп көруге тырысу керек. Сіздерге айтар кеңесім, буынды емдеуге белгілі бір уақыт бөліңіз. 3-4 ай, тіпті жарты жылға дейін. Осы уақыт ішінде емдік жаттығу жасаңыз. Дәрілерді уақытылы қабылдаңыз. Егер осының бәрі көмектеспесе ғана, содан кейін операция туралы ойлануға болады. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.